Баршаңызға сәлем. Қазір мен сіздерге осы жұмсақ оригинал пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Үйде күнделікті жасаған пиццаңыздың қамыры қатты болып қала берсе, онда осы видеода сіз жұмсақ қамырдың рецептін алатын боласыз. Мен дәл осы рецептпен 2 күнде бір пицца жасап тұрамын. Балаларым сүйіп жейді, өте дәмді болып шығады. Отбасымызбен осы пиццаны жейміз және біз пиццерияға барып пицца сатып алмаймыз. Сіздер де сырттан пицца сатып алмай, осы рецептпен оригинал пиццаны жасасаңыздар болады үй жағдайында. Ең алдымен біз барлық керекті заттарымызды осылай ыдысқа бөліп алдын ала дайындап аламын. Барлығын таразыға өлшеп қойып қоямын. Өлшеммен жасасам, үнемі пиццам өте ойдағыдай дәмді болып шығады. Мен қантым мен тұзымды екеуін бірге араластырып қоя салдым. Сосын жылы сүтім және жылы суымды қойдым. Барлығы жылы болуы қажет, себебі біздің қамырымыз жұмсақ әрі жылдам ашуы қажет. Ал енді барлық заттарымыз дайындап болғаннан кейін қамырымызды илеп бастайық. Ең алдымен жылы суымызды құямыз, сосын жылы сүтімізді үстінен құйып, қолымызбен кішкене араластырып жібереміз. Содан соң артынша қантымызды және тұзымызды саламыз. Мен қамыр илегенде барлығын қолмен араластыра беремін. Сіздер де өз қалауларыңызша қасықпен немесе венчикпен араластырсаңыздар болады. Маған қолмен ыңғайлы болғандықтан қолмен араластырамын. Барлығын араластыра отырып, дрожжымызды, майымызды, ұнымызды біртіндеп сала береміз. Мендегі кәдімгі тамақ істейтін сұйық май, содан 50 грамм сұйық май қосамын. Май қосқан себебіміз қамырымыз өте жұмсақ болып шығуының бірден-бір себебі осы майға байланысты. Ал ұнымызды бірден салып жібермейміз, қасықпен аз-аздан салып отырамыз, себебі бірден салып жүрсек, арасында түйіршіктер пайда болып, қамырымыз дұрыс иленбей қалуы мүмкін. Сондықтан ұнды аз-аздан салып отырыңыздар. Сол кезде қамырымыз жақсы иленеді. Арасында қолымызбен араластыра отырып, ұнымызды салып отырамыз. Менің осы қосқан қоспаларымнан 2 немесе 3 пицца шығады. Мен солай аз-аздан істейтін болғандықтан заттарын аз-аздан қосамын. Сіздер де өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Ол үшін заттарын 2 есеге көбейтіп, 4-5 пицца шығу үшін сүтті де, су барлығын 2 есе көбейтіп қоссаңыздар, көп пицца шығады. Мен қазір 2 пицца жасайтын боламын. Міне қамырымызды илеп болдық. Осылай қамыр әдемі жұмсақ қамыр болып шығуы қажет. Біз енді қамырымызды демалдырып 1 сағатқа қойып қоямыз. Бетіне осындай пакет немесе ыдыс жауып қойсаңыздар болады. Ауа кірмей тұрса тез ашитын болады қамырымыз. Қамырымызды жылы жерге қойып қоямыз. Сол кезде қамырымыз жылдам ашитын болады. Міне қамырымыз ашып дайын болып қалды. 1 сағатта осындай үлкен қамырға айналып шығады. Енді қамырымызды 2-ге немесе 3-ге бөлсеңіздер болады. Мен 2-ге бөлемін.
Үшке бөлсеңіздер де тіптен жұқа болса да қатты болып қалмайды піскен кезде. Қаншалықты жұқа болса да жұмсақ күйінде қала береді. Өз қалауларыңыз бойынша бөліп жасай бересіздер. Мен екіге бөліп жасаймын. Бірінші қамырымды осылай зуалалап алып аламын. Енді біз қамырымызды оқтаумен кішкене жұқартып жайып аламыз. Мен қамырымның көлемін үлкен қылып жаямын, өйткені менің тапам үлкен болғандықтан көлемін үлкен қыламын. Сіздер тапаларыңыздың көлеміне қарай жайсаңыздар болады. Симай қалмауы қажет, бірдей болып тұру керек. Қамырымызды жайып болғаннан кейін тапамызды бірден алып, осылай мен ұн сеуіп шығамын. Өйткені асты жабыспау үшін ұн сепсеңіздер мүлдем жабыспайтын болады. Біреулер майлап жатады, майласаңыздар да болады, бірақ мен майласам үнемі жабысып қалады. Сондықтан мен үнемі ұн сеуіп қоямын табамның астына, сол кезде мүлдем жабыспайды. Осылай қамырымызды табамызға жайғастырып аламыз. Кейін қамырымыздың бетіне кетчуп жағып шығамыз. Негізі кетчуп емес, томатный пасталар, арнайы пиццаның пасталары болады. Соны жақсаңыздар өте дәмді болады. Ол қазір менде жоқ болғандықтан үйдегі бар кетчуппен жағып жасай салдым. Кетчупты қамырым бетіне аз-аздан құйып, қасықпен домалатып жағып шығамын. Кетчупты жағып болғаннан кейін дайындап турап қойған колбасаларымды орналастырамын. Астына колбасадан бұрын сыр салсаңыздар да болады, өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Мен үйдегі бар затпен жасадым. Негізі өздеріңіз ойларыңыздан құрастырып, болгарский, қияр, помидор қоссаңыздар да болады. Мен үйде бар колбаса, сыр ғана болды. Сол екеуімен ғана жасап шықтым, бірақ өте дәмді болды. Енді бетіне сырды қойып шығамын. Әркім өз қалауынша жасайды. Әрине мен сырды осылай бүтіндей қойып шығамын. Сіздер теркадан өткізсеңіздер де болады, яғни үккіштен, көбінесе үккіштен өткізіп жатады. Маған осылай бүтіндей қойған ұнайды. Көбінесе осылай бүтіндей қойып пісіріп шығамын. Ал енді біз дайын болған пиццамызды қызып тұрған пешке саламыз. Пешіміз 200 немесе 230 градусқа қойсаңыздар болады. Пиццаларыңыз 20-30 минутта осылай дайын болып шығады. Ыстық кезінде кесіп, жесеңіздер өте дәмі күшті, керемет болады. Мінекей менің оригинал пиццамның рецепті осылай. Сіздер үйлеріңізде жасасаңыздар, балаларыңыз қуана-қуана жейтін болады. Егерде сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар, мен міндетті түрде жауап беретін боламын.
Менің каналымда басқа да рецепттер көп, тәттілер, тағамдар, тез дайындалатын тағамдардың рецепттері көп. Өтіп, каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.